Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған соңғы жаңалықтарды бірге талқылайық. Қымбатты көрермендер, біздің арнамыздың демеушісі Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Жұрттың баласы геймер боп шықты ма? Ол өз YouTube арнасында киберспортқа байланысты видео шығарды. Бұл видео федерацияның қатысуымен өткен подкасттың жалғасы десек те болады. Ол жерде блогер модератор болған еді. Біз бұл подкаст туралы соңғы шығарымда айтқанбыз. Жұрттың баласы бұл тақырыпты қайтадан қозғап, нақты қандай жағдай болғанын талқылады. Сондай-ақ ол Қазақстандағы киберспортты дамыту тақырыбында ой қозғап, балалық шағында бейне ойындар ойнағанын да еске алды. Ютубер киберспорт, музыка немесе тіпті кино саласынан да көбірек табыс әкелетінін атап өтті. Мұрат киберспорттың болашағы туралы философиялық пікір білдіріп, жаңа буын дәстүрлі спорт түрлеріне қарағанда киберспорт турнирлерін көруге тырысатынын айтты. Негізінде ойын дисциплиналарын жеке-жеке салыстырар болсақ, блогердің сөзінің жаны бар сияқты. Месси өз командасына қазақстандықты шақырды ма? Мен спорт жайлы айтып отырмын. Естеріңізде болса, өткен жылы аргентиналық шабуылшы өзінің бұрынғы серіктесі Серхио Агуэро құрған Руй Спортс киберспорт командасының екінші иесі атанды. Россерде 22 жастағы қазақстандық ойыншы бар. Ешал ТВ мәліметтері бойынша лейзер негі бар ойыншының парақшасында Қазақстан туы көрсетілген. Қазір Хоббиттің қолы бос, уақыты көп. Оның командасының жағдайы белгісіз болғанына қарамастан, кәсіби ойыншы Instagram желісінде оқырмандарының сұрақтарына жауап беріп, жанкүйерлерін қуантты. Болашақ жоспарлар туралы сұраққа Абай ойнаймын және жеңемін, бірақ команда табу керек деп жауап берді. Осы орайда отандық спорттың тағы бір жұлдызы Адриан Хасеновтың тәжірибесі мол, сондықтан ол тіпті өз құрамын жинай алады дейді. Сондай-ақ ол Абайға келіп жатқан көптеген ұсыныстар бар, бірақ қазір ол демалып, ойын жинақтау керек деп санайды. Cloud9 ресми түрде Yalla Compass 2024-тен шығып қалды. Олардың орнына ивентте Fnatic ойнайды. Мұның бірден-бір себебі құрам әлі жинақталған жоқ. Тек Exile мен Bomich қалды. Дегенмен бізге бір апта бұрын ростер жақында шығады деп еді. Бұған дейін команда тағы бірнеше ивенттен бас тартты. Бұл команданың жалғыз белсенді ойыншысы Шарипов қана көптеген турнирлерге қатысып, өзін барынша көрсетіп жүр. Оның енді Cloud9-да еместігі өкінішті ақ. Біздің мақтанышымыз Исламбеков ойнайтын Entity командасы Fishura Universe турнирінің екінші эпизодында бәрін жеңіп шықты. Онлайн турнир мамырдың соңында аяқталды. Соңғы матчта олар OG-ді 3-1 есебімен жеңіп, тек бір картада жеңіліс тапты. Ойыншылар $40 000 жүлдеге ие болды. Айта кетейін, бұл ақшаға Астанадан бір бөлмелі пәтер алуға болады. Ал жеңімпаздарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Global Sports Games 2025 жылы Перуде өтеді. Ұйым ресми хабарландыру жасады. Бұл Global eSports Federation ұйымдастыратын халықаралық спорт чемпионаты. Әлем чемпионатынан басқа турнирлерді өткізу жоспарлануда. Бірінші тирлі Global Sports Tour ивенті биыл Перуде өтеді. Енді 2028 жылға дейін осылай болмақ. Рухи спортстық ойыншы Вик Катмандудағы MSL CSA 2024 спринттің екінші аптасының қорытындысы бойынша үздік бестікке кірді. MSL 2024 Central and South Asia лигасының 4 аптасы мамыр айында басталды. Бірінші аптаның қорытындысы бойынша жігіттер 4-ші орынға ие болды. Тағы бір команда, яғни Major Pride екінші ойын аптасын 18-ші позицияда аяқтады. Ресей, Украина және Қырғызстан ойыншыларынан құралған Mad Bulls үздік команда атанды. Естеріңізге салайын, бұл жерде Pink Mobile World Cup 2024-ке слот ойнатылып жатыр. Барлық ақпарат бізге 15 маусымда белгілі болады. Айтпақшы, өңірлерді біріктіргеннен кейін турнир стримінде көрермендер саны азайды.
Рух eSports алдағы барлық турнирлерде команда атынан ойнайтын Honor of Kings бойынша жаңа құрамды жариялады. Олар үшін бірінші турнир Абу-Дабидегі Honor of Kings 2024 S1 атанды. Онда Major Pride ойыншылар да қатысты, алайда олар 3-ші және 4-ші орынға ие болып, Гонконгтық All Gamers SK командасы үздік атанды. Донг трансфер бағасы қалықтап тұрса да, басқа командаға кететін ойы жоқ. КС әлемінен тағы бір жаңалық. Overdrive Team Spirit'тік жас әрі талантты ойыншы Донгтың құны $5 миллион асуы мүмкін деген сенсациялық хабар айтты. Бірақ қуануға не мұңаюға асықпаңыз. Талдаушы Донг ешқайда кетпейтініне сенімді. Донгтың неліктен осыншалықты қымбат екенін Overdrive былай деп түсіндіреді. Біріншіден, Донг 2024 жылдың басты жаңалығы. Екіншіден, өзінің алғашқы ірі IEM Katowice 2024 LAN турнирінде ол керемет нәтиже көрсетіп көзге түсті. Сонымен қатар оның орташа рейтингі 1-7. Демек ол Никоның рекордына жетті. Overdrive өте бай командалар Spirit'ке көптеген ұсыныстар жасап жатқанына сенімді. Бірақ Донг қазіргі ұжыммен өзін жақсы сезінетін сияқты. G2 eSports IEM Dallas 2024 финалында Team Vitality командасын жеңіп, турнир чемпион атанды. Матч 2-1 есебімен аяқталды. G2 командасының жұлдызы eSports Monaси керемет ойын көрсетіп, турнир MVP атанды. Ильяның командасы трофей $1000 жүлдемен қатар IEM Cologne 2024 турниріне слот ұтып алды. Финал туралы қызықты фактілерді айта кетейін. G2 eSports'тық Ковач матчтың финалында өз қаруына 9 минут бойы қараса, Team Vitality ойыншысы Мэриман финалдың үздік клатчер атанды. Екінші орын алған Team Vitality $42 мың ие болды, ал қалған командалар бұдан да азалды. Тағы бір айта кететін жайт, G2 eSports турнирде басқа ойыншымен өнер көрсетті. Хоксидің орнына Стиви 2K ойнады. Моба ойындар тым күрделі ме? Танымал стример және бұрынғы eSportшы NS Twitch'тегі стрим кезінде мома жанрындағы ойындардың күрделілігі туралы айтты. Кузнецовтың пікірінше, ескі элементтерді сақтай отырып, үнемі жаңа механикалардың қосылуы жаңадан келген ойыншылар тұрмақ. Тәжірибелі ойыншыларды да шатастырып жібереді. Және бұл мобильді ойындардың ең басты мәселесі деп санайды екен. Біздің көрермендерге сұрақ: сіз бұл ойындарды қиын деп санайсыз ба? Пікірге жаза кетіңіз. Тағы да Қазақстан емес. Игры будущего турнирі Ресейден кейін енді Араб әмірліктерінде өткелі жатыр. Естеріңізде болса, қыста Қазан қаласында осы ивент кезінде біздің президент турнирді өткізу бойынша эстафетаны Қазақстанға тапсыруды ұсынған еді. Бірақ шамасы бірдеңе дұрыс болмады. Сондай-ақ Игры будущего турнирін жыл сайын өткізу жоспарланған. League of Legends жанкүйерлері атаңызға айналған Faker бандылына құмар болғаны сонша, оны сатып алу үшін несие алып жатыр. Ойын валютасын сататын Starlight Shop'тың иесі скиндерге бола несие алмаңыз. Екінің бірі несие шартымен скин алып жатыр деп дабыл қақты. Қызық, сұраныс неліктен соншалықты жоғары? Faker бандылы бұл тек косметикалық заттар жиынтығы емес. Шамамен 220 мың теңгеге сатып алушы финал босс Faker бірегей титулын, керемет анимациялар және тағы да басқа қызықты сыйлықтар алады. Бірақ ең бастысы, Riot Games бандылды сатудан түскен барлық қаражатты Faker мен оның командасы T1-ға тікелей аударады. Виртуалды трофей үшін осыншама ақша жұмсау қаншалықты дұрыс деп санайсыз? Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға, сондай-ақ Instagram мен TikTok парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі шығарымда жүздескенше.